Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде бірінші сыныптың номері 77-ші сабағын бірге шығарамыз. Бірінші есептің берілгенде Сырым ата-анасымен бірге саяхатқа жиналды. Олар өздерімен бірге сол аймақтың планы мен өлшеуге арналған құралдарын бірге алыпты. Енді олар планға машинамен жүретін жолдарды кесінділермен белгіледі. Көк кесінділердің және қызыл кесінділердің ұзындықтарының қосындысын тауып, қысқаша жазылуы бойынша есеп құрастыр деп бізге тапсырма берген. Қызыл кесіндінің ұзындығы міне 10 сантиметр, оған 8 сантиметр және 2 сантиметр. Және 2 сантиметр, сонда барлығын қоссақ, қызыл кесіндінің ұзындығы 20 сантиметр екен. Көк кесіндіні табайық, 5 сантиметр, 4 сантиметр және 1 сантиметр барлығын қоссам, көк кесінді 10 сантиметр екен. Осыны қысқаша жазылуын орналастырайық. Бірінші қызыл кесінді бізде жаңа қосындысы 20 сантиметрге тең болды. Жазайық орнына 20 сантиметр. Көк кесінді 10 сантиметр. Барлығын қанша екенін табуымыз керек. Бірінші шешуін жазайық. Шешуі 20 сантиметрге қосамын, мені 10-ды тең 30 сантиметр болады. Жауабы барлық жол деп жазсақ та болады. Барлық жол 30 сантиметр деп жазайық. Келесі екінші пунктінде қызыл кесіндінің ұзындығы бізде белгісіз дейді. Көк кесіндінің ұзындығы 10 сантиметр екенін білеміз. Және барлығының 30 сантиметр екенін таптық, жерге 30 деп жазып қоямыз. Енді қызыл кесіндінің қанша сантиметр екенін табу үшін азайту амалын қолданамыз. Шешуі 30 азайтылған 10 тең 20 сантиметр. Демек, қызыл кесінді бізде неше сантиметр екен? Қызыл кесіндінің ұзындығы 20 сантиметр екен. Үшінші есеп. Қызыл кесіндінің ұзындығы 20 сантиметр екенін таптық. Және бұлардың барлығының ұзындығы 30 сантиметр екенін таптық. Енді көк кесіндінің қанша сантиметр екенін табуымыз керек. Ол үшін шешуі 30-дан азайтамыз 20-ны тең 10 болады. 10 сантиметр болады. Демек, жауабы көк кесіндінің ұзындығы 10 сантиметрге тең. Келесі есеп бізде номері екінші есепке келейік. Екінші есепте есептерді оқы, оларды салыстыр, есептерге қысқаша жазылуын таңдап, оның біреуін жазып шығар. Әкем ұзындығы 2 дециметр көк кесінді, одан 1 дециметр ұзын қызыл кесінді сызды. Қызыл кесіндінің ұзындығын табыңдар дейді. Бізде осы әрбір есепке сәйкес астында қысқаша жазылуы берілген, соларды сәйкестендіріп толтырып есепті шығаруымыз қажет. Бірінші есепте жаңа бізде ұзын деген сөз кездесіп тұр. Ұзын деген сөз мынау үшінші есебімізде кездеседі екен. Соған сәйкес осы А пунктіндегі есепті осы үшінші қысқаша жазылуға орналастырып көрейік. Көк кесінді 2 дециметр деп жазайық. Көк кесінді 2 дециметр. Қызыл кесінді 1 дециметрге ұзын екен. Шешуін жазайық. 1 дециметрге ұзын және қызыл
кесіндінің қанша сантиметр екенін табуымыз керек. Ол үшін шешуін жазатын болсақ, кестеміз 2-ге 1-ді қосамыз, тең 3 дециметр шығады. Жауабы қызыл кесінді 3 дециметрге тең. Қызыл кесіндінің ұзындығы 3 дециметр деп жазамыз. 3 дециметр. Келесі. Ән оқиды. Әкем ұзындығы 3 дециметр қызыл кесінді, одан 1 дециметр қысқа көк кесінді сызды. Көк кесіндінің ұзындығы қанша? Бұл жерде мені қарап тұрсақ, қысқа деген жазу бар, ол бізде екінші жазуға келеді екен. Осы екіншіге орналастырамыз. Қызыл кесінді 3 дециметр. Қызыл кесінді 3 дециметр. Ал көк кесінді 1 дециметр қысқа. Біз көк кесіндінің ұзындығын табуымыз керек. Шешуі, көк кесіндінің қанша екенін табу үшін 3-тен азайтамыз, 1-ді тең 2 дециметр шығады. Демек, жауабы көк кесінді 2 дециметрге тең. Көк кесіндінің ұзындығы 2 дециметрге тең. Келесі Б пунктін оқиық. Әкем ұзындығы 2 дециметр, көк кесінді, көк кесінді деп жазды. Көк кесінді 2 дециметр. Және ұзындығы 3 дециметр, қызыл кесінді 3 дециметр. Көк кесіндіге қарағанда қызыл кесінді неше сантиметрге ұзын? Шешуі 3 дециметрден азайтамын 2 дециметрді тең 1 дециметр шығады. Демек, қызыл кесінді көк кесіндіге қарағанда 1 дециметрге ұзын екен. Жауабы қызыл кесінді көк кесіндіге қарағанда 1 дециметр ұзын. Немесе былай айтсақ болады. Көк кесінді қызыл кесіндіге қарағанда 1 дециметрге қысқа, немесе қызыл кесінді көк кесіндіге қарағанда 1 дециметрге ұзын деп айтсақ болады екен. Келесі есеп. Номері 3-ші есепке қарайық. Бұл жерде бос орынға тиісті амалдарын таңбасын ата, қалай пайымдағаныңызды түсіндір. 4 сантиметрге 1 сантиметрді қоссақ 5 сантиметр шыға ма, жоқ азайтсақ па? Әрине қосу амалын қолданамыз. 4-ке 1-ді қоссақ 5. 1 сантиметрге 2 сантиметрді қоссақ 3 сантиметр шығады. 40 сантиметрге 10 сантиметрді қоссақ 50 сантиметр шығады. Келесі 3 дециметрден 1 дециметрді азайтсақ 2 дециметр шығады. Келесі 9 дециметрден 1 дециметрді азайтсақ 8 дециметр шығады. 40 сантиметрден 10 сантиметрді азайтсақ 30 сантиметр шығады. Соңғы 4-ші есеп. Автокөлік 1 сағатта 10 литр жанармай жұмсайды. Жанармай осындай мөлшерде жұмсалатын болса, 2, 3, 4 сағатта неше литр жанармай қажет болады дейді. 1 сағатта 10 литр жанармай жұмсаса, ал енді 2 сағатта дейді, 2 сағатта болса, онда 10 литрге тағы 10 литр қосылып, 20 литр болады. Ал 3 сағат болса, тағы 10 литр қосылады.
10 литр қосылған 10 литр қосылған 10 литр. Тең 30 литр болады. 4 сағат болса, 10 литр қосылған 10 литр қосылған 10 литр қосылған 10 литр. Тең 40 литр болады екен. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз осының соңына жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.